Сарыағаш ауданында ішерге су жоқ. Бұл Түркістан облысы әкімінің қабылдауына келген тұрғындардың жанайқайы. Аудан әкімге бардық біз, су жаңағы өзінің мекемелеріне бармаған жеріміз қалмады. Бізде су жоқ. Құр уәдемен қайтарады. Машинамен тарқатамыз деді, машинасы да өтірік болды. Енді құр уәдеге сенбейміз деген қара халықтың мұңын алдымен әкімнің орынбасары тыңдамақ болды. Оған мойынсұнбаған тұрғындар қалайда әкіммен тілдесетінін айтты. Ал мәселені жолдан шешпек болған орынбасар өз пікірін білдірді. Тұрғындардың бір-біріне қарама-қарсы қояды. 2019 жылы жоба 880 абонентке жасалынған ғой негізінде. Былтырғы жылы 1200. Қазіргі таңда уже 1500-ге жетті абонент. Су жоқ, действительно біз мойындаймыз оны. Тіршілік нәрдің тапшы екенін облыс әкіміне жеткізген Сарыағаш тұрғындарын кездесуден шыға берісте тағы тілге тарттық. Біз Сарыағаш құр уәдеге үйреніп қалған адамбыз ғой енді. Уәденің ақырында біреу болмаса біреу орындайтын шығар. Одан кейін өзім барып тексеріп көремін деді. Уәде берілді. Өңір басшысы мәселені бір ай ішінде шешуге тапсырма берді. Орындалмаған жағдайда Сарыағашқа өзі бармақ ниетте.